Кемелдену әрдайым даму жолында болу, біреумен емес, өзіңмен жарысу. Мықты болсаң, өзіңді жең деп Ұлы Абай айтқандай, әрқашан өзіңді алға жетелеп, дамытып отыру. Өзін өзі дамытуды неден бастаған жөн? Ең алдымен, әрбір адам өзінің ішкі тұтастығын анықтап алған жөн. Адам не нәрседен қысылып тұйықтыққа тірелетін болса, соны өзгертуге талпынғаны абзал. Кемелденудің келесі қадамы өз қабілетін анықтау, жоқты қуаламай, барды дамыту. Microsoft компаниясының топ-менеджері Джей Мейер артықшылықтар кемшіліктерден маңызды деген. Өзінің кемшін тұстарымен күресуді бір сәтке доғарып, бойындағы артықшылықтарға мән беріп, оны бұрынғыдан да жақсы дамытуға тырысу. Кемелденудің үшінші жолы уақытты дұрыс пайдалану, өмірді жоспарлау. Адам бұл өмірде екі нәрсенің қадірін толық түсіне алмайды. Олар денсаулық және уақыт. Адам кемелденуіне септігі тиетін тағы бір факті – кітап оқу. Кітап оқу арқылы адам өзін әртүрлі салада жан-жақты дамыта алады. Кемелденудің ең маңызды жолы – рухани даму. Рухани кемелдену адамның жүрек сезімі, ішкі жан дүниесінің байлығын көрсететін адами құндылықтардың бойына сіңірілуі мен өмірлік тұрмысына енуі.